Сәлем достар, ертегілер еліне қош келіңіздер. Бүгін мен қасық пен айыр әлем ертегісін сіздерге айтып беремін. Баяғы бір заманда қасық пен айыр көрші тұрыпты. Бір күні қасық айырды үйіне қонаққа шақырады. Айыр, сен менің үйіме ерте қонаққа кел дейді. Айыр ертесіне үйіне қонаққа барады. Қасық оның алдына сорпа қояды. Және оны шамай қояды. Айыр қасық орнынан тұрып мақтанады. Мен шайды де, сорпаны да, ботқаны да шалам дейді. Сол кезде айыр тұрып, достым, мен саған ренжімеймін. Енді сен менің үйіме қонаққа кел дейді. Ертесіне қасық оның үйіне қонаққа барайды. Қасықтың алдына айыр лағман қояды. Және тұрып, қасық ұялғандықтан тамақты жемей қояды. Айыр орнынан тұрып, достым, мен саған ренжіген жоқпын, сен де маған ренжіме дейді. Сол кезде қасық орнынан тұрып, досынан кешірім сұрайды. Сол кезде айыр мен қасық бірге болыпты. Осы кезде екеуі дос болып, осы күнге дейін айырылмай жүреді.